Бүгін көп адам білмейтін құпиямен бөліскім келеді. Негізі ештеңе істемей-ақ адам өз қалағанына қол жеткізе алады. Ол үшін ойыңыз, ниетіңіз, әрекетіңіз, энергияңыз және сеніміңіз барлығы бір бағытта болу керек. Сонда ғана бойыңыздағы қабілет ашылып, қалаған арманыңызға қол жеткізесіз. Мына әлемдегі өз қолымызбен жасалған барлық дүние ең бірінші адамның ойында пайда болды. Ол оны сипаттады, көзіне елестетті, содан кейін ғана шынайы жүзеге асырды. Бұл дүниеде жақсы нәрсе де, жаман нәрсе де бар. Оның бәрі адамның ойлау арқылы пайда болған. Болашағыңыз, ертеңгі күніңіз сізді алаңдатса, ең бірінші дұрыс ойлап үйреніңіз. Болашағыңыз жақсы болу үшін ойыңызда да жақсы ойлар болуы қажет. Сонда ғана жақсылық сізге тартылады. Шын өмірде болған өте бір қызық оқиға бар. Бір күні бір ер адам серуендеуге шығады. Өте көп жүріп білмей жаннатқа кіріп кетеді. Бұл да бір сәттілік еді. Ұзақ серуендегеннен шаршап қалады. Жан-жағына қарап, жатып тынығатын орын іздей бастайды. Сол сәтте ол ойланып, мен шаршадым, демалғым келіп тұр дейді. Жан-жағына қараса, бір әдемі ағашқа көзі түседі. Ол ағаштың астында жұмсақ шөптері бар екен. Сол жерде ұйықтап қалады. Бірнеше сағаттан соң ұйқысынан оянады. Шаршағаным басылды, мен өте керемет ұйықтадым. Шіркін, енді түске барсар болса ғой деп ойланады. Дәл сол сәтте ойына келген барлық тағам түрі алдына келе бастайды. Аш болған соң ештеңеге қарамай қарнын тойдырады. Ойына сусын келеді, сусын да пайда болады. Қарнын тойдырып болған соң сәл кідіріп ойланады. Мұның барлығы қайдан шығып жатыр? Тамақ ойладым, тамақ пайда болды. Сусын ойладым, сусын пайда болды. Оның бәрін кім жасап жатыр? Әлде жындар ма? Деп айтқаны сол еді, жындар пайда болды. Бұл жындар мені өлтіреді ғой, деп ойлаған еді. Дәл сол сәтте жындар өлтіріп тастайды. Ойлаған дүниесінің барлығы орындалды. Себебі ол калпаврикша деп аталатын, армандар орындалатын ағаштың астында отырған еді. Бұны мен айтпағым. Калпаврикша ағашын іздеңіз демеймін. Калпаврикша дегеніміз мықты және тұрақты ой. Яғни, егер сіз өз ойыңызды, ойлау қабілетіңізді белгілі бір дәрежеге жеткізсеңіз, айналаңыздағы әлемді басқара аласыз. Ол үшін ең басты 4 дүниені бір бағытта ұстаңыз. Ол сіздің денеңіз, ойыңыз, эмоцияңыз және энергияңыз. Осы 4 күшті бір бағытта жұмсасаңыз, ештеңе істемей-ақ қалағаныңызға қол жеткізесіз. Сіздің ойыңыз қазір басқаша жұмыс істеп тұр. Яғни ойыңызды басқарып жатқан жоқсыз. Ойыңыз бір күнде бірнеше рет бағытын өзгертеді. Мысалы, сіз арманыңыздағы үйді алғыңыз келеді. Қалап тұрсыз. Екінші шетінен, менде ақша жоқ, оны қалай аламын деп ойланасыз. Миыңыз оны автоматты түрде мен бұл үйді қаламаймын деп қабылдайды. Яғни миыңызда осындай арпалыс туғызасыз. Бұндай кезде ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Құдайға сенетін адамдар ешқашан миында бұндай арпалыс туғызбайды. Баспаналы болғысы келетінін Құдайға айтады. Ойында негативті ой жоқ. Бола ма, болмай ма деп өзінің арманына күмән келтірмейді. Тек Құдайдан сұрап тәуекел етеді. Бірақ бере ме, бермей ме деп күмән келтірмейді. Түсінесіз бе? Яғни күмән келтіруге болмайды. Бұл сіздің шаруаңыз емес. Құдайға айттыңыз, болды.
Сіздің мәселеңіз тек сол арманға жетуге барынша тырысу, ал күмән келтірген жағдайда миыңызда арпалыс тудырасыз. Ең бірінші 4 үлкен күшіңіз барлығы бір бағытта болсын. Сол үшін ойыңызды жинақтаңыз. Не қайлайтыныңызды нақты біліңіз. Ойыңыз шашырап жатпасын. Құдайға тапсырыңыз бәрін. Күмән келтірмеңіз. Негативті ой ойламаңыз. Тек қана арманға жету үшін әрекет етіңіз.